Барлығына сәлем достар, қазақша әңгімелер каналына қош келдіңіздер. Көруді жалғастырыңыздар. Менің атым Дамир, 22 жастамын. Бұл әңгімені ешкімге айтқым келмеген. Бірақ енді үнсіз қала алмаймын. Бұл менің ең ауыр, ең шын, ең шок сәттерге толы 7 күнімнің тарихы. Сенесіз бе, мен 79 жастағы әйелге үйлендім. Өз еркіммен. Бірақ 7-ші күні мен ондай қадамға не үшін барғанымды өзімнен жиіркеніп сұрадым. Ол әйел Рая әу баста бәрі тым қарапайым көрінген. Бірақ мен білмедім бұл тұзақ екенін. Мен университеттің соңғы курсында оқимын. Стипендия мардымсыз, анам ауру, әкем бізді көптен тастап кеткен. Менің өмірім амалсыздықтардан тұрған бос қабық. Жазда құрылысқа, күзде кафе тазалаушысы, түнде курьер. Бірақ бәрібір ештеңеге жетпейтін. Бір күні кешкісін кафеде тазалап жүргенімде бір жұп келді. Жас емес. Әйел өте үлкен. Қасына келген жас көмекшісі тапсырысты айтып өзі орнына отырды. Мен ол кезде еден жуып жүрген едім. Әлгі әйел мені ұзақ қарап отырды. Тым ұзақ. Мен байқаған жоқпын деп ойлаған шығар. Бірақ мен оның көзін сездім. Сонша тесіле қарауға не себеп? Кеш соңында ол маған жақындап келіп: "Атың кім, балақай?" деді. "Дамир." "Жақсы есім екен. Сен маған ұнайсың. Тағдыр жолықтырды ма, әлде кездейсоқтық па, білмеймін. Бірақ мен саған ұсыныс жасағым келіп тұр. Шошыма, бұл жай жұмыс жайлы әңгіме. Егер қызықсаң, ертең мына мекенжайға кел." Қолыма визитка ұстатты. Раушан үйі деген вилланың мекенжайы. Жай ғана кел деді де кетті. Үйге қайтарда көп ойландым. Неге мен? Ол не істегелі отыр? Бірақ таңертең өзімді сол мекенжай алдында таптым. Бір жағым бар ма десе, екінші жағым бұл мүмкіндікті өткізіп алма деді. Кіреберісте күзетші мені ішке кіргізді. Үй? Үй емес, нағыз сарай. Мен ондай байлықты тек фильмнен көргенмін. Мәрмәр едендер, алтын жиһаз, дауысы сыбдырсыз қызметшілер. Көзіме сенбедім. Салқын бөлмеге кіргізіп күтіңіз деді. 10 минуттан кейін өзі келді. Сол кешегі әйел. Бірақ бұл жолы ол маған тіпті басқаша көрінді. Қымбат көйлек тастармен көмкерілген сырға, шашы артқа түйілген. Бірақ көзі сол көз, бір түрлі. Тым өткір. Тым суық. Дамир, сен келдің бе? Иә. Мен сені бірден байқадым. Сенде бір нәрсе бар. Көздеріңде шындық. Қазіргі жастарда сирек кездесетін нәрсе. Мен саған ұсыныс жасағым келеді. Ерекше ұсыныс. Мен үнсіз тыңдап тұрдым. Маған күйеу бол. Тек 7 күнге. Мен не дерімді білмедім. Қалай? Бұл қандай әзіл? Бұл әзіл емес. Бұл шарт. Құжатпен заңды түрде. Ешқандай махаббат қажет емес. Тек менімен бірге тұр. 7 күн. Мен саған бірден ақша төлеймін. Ал егер шартты соңына дейін орындасаң, өміріңді өзгерте алатын ақша аласың. Неге мен? Себебі сен жалғысың. Сыртына қарап, өміріңнің қиын екенін көріп тұрмын. Сен ешкімге керексіздей жүресің. Мен де сондай болғам. Бірақ өмір мені үйретті, жалғыз қалған адам ең қауіпті шешімге бара алады. Сізге не үшін күйеу керек? Бұл менің жеке ісім. Ол қолымен ымдап еді, көмекшісі конверт алып келді. Ашып қарасам $5000. Қолма-қол. Бұл алдын ала. Қаласаң қазір кет. Ақша сенде қалады. Бірақ оралма. Ал қалам десең, бүгін кешке үйленеміз. Басыма қан шапты. Бұл түс сияқты болды. Бірақ менің анам дәріге мұқтаж. Үйіміз құлаудың алдында. Ал бұл әйел ол бәрін шеше алады. Менің бір шартым бар, деді ол. Тыңдап тұрмын. Үйімде бірге тұрасың. 7 күн бойы. Ешкімге ештеңе айтпайсың. Телефоныңды алып қоямыз. Сен тек менің күйеуімсің. Болды. Мен келістім. Қол қойдық.
Сол кеште біз заңды түрде некелестік. Келесі күні мен оянғанда өзімді бөтен әлемде сезіндім. Жанымда шалқайып жатқан Рая, ол ұйықтап жатқан. Бірақ оның ұйқысы да мені қорқытты. Әрі тыныш, әрі біртүрлі. Таңғы асқа түскенде қызметшілер маған бас изеп тұрды. Ешқайсы күлімсіремейді. Бәрінің көзі бос, жансыз. Сұрағым келген еді, бірақ ешкім жауап бермеді. Сол күні мен бір бөлмені байқап қалдым. Қызметші ол жаққа көз тастағаныма шошып: «Ол жаққа бармаңыз, мырза», деді. Неге? Ханым тыйым салған. Не бар сонда? Өткен сізге ол керек емес. Менің денем тітіркеніп кетті. Бірақ ішкі даусым сол бөлмеге бар дегендей болды. Кешке Рая мені шақырды. Жанына отырғызды. Теледидарды қосты. Өзінің жас кезіндегі видеосын көрсетті. Көрдің бе? Мен де жас болғанмын. Мені бәрі сүйген. Бірақ ешкім шын жақсы көрмеген. Неге? Себебі мен тынбай болдым. Ақша бәрін шешеме. Ол бұрылып ұзақ қарады. Ақша бәрін сындырады. Сен де сындырасың ба, Дамир? Мен жауап бермедім. Бірақ іштей бұл әйелде бір сұмдық бар екенін сездім. Сол түні бір дауыс естідім. Қабырға ішінен. Әлдекім жылайды. Ашық жылайды. Жүгіріп сол жақ бөлмеге жеттім. Бірақ есік құлыптаулы еді. Жанымда пайда болған қызметші: «Ұмытыңыз, ұйықтаңыз», деді де жаймен итеріп жіберді. Менің алғашқы түнім осылай аяқталды. Мен 79 жастағы әйелдің күйеуі болдым. Ал ол мені тек басқалардан қорғап жатқандай. Бірақ мен әлі түсінбедім, неден. Сол түннен кейін мен ұйықтай алмадым. Қабырға ішінен естілген жылау үні әлі де құлағымда жаңғырып тұрды. Бұл жай ғана елес пе, әлде арасында да біреу жылап жатқан ба? Бірақ ең сорақысы, менің сұрағыма ешкім жауап бермеді. Ал Рая, ол таңертең мені көріп күлімдеді. Бейне бір ештеңе болмағандай. «Жақсы ұйықтадың ба, күйеуім?» деді ол жымиып. Мен жымиған болдым. Бірақ жүрегім кеудеме сыймай тұрды. «Бұл үй тым-тыныш қой», дедім жай ғана. Ол қолымды ұстап: «Тыныштық жанның байлығы. Кейде бізге тым көп дыбыс кедергі. Сен әлі үйренесің, Дамир», деді де бөлмеден шығып кетті. Мен жалғыз қалдым. Бұл үйде бәрі керемет болуы керек еді. Қымбат жиһаз, сән-салтанат, мейірімді иесі. Бірақ ешбір бөлме жайлық бермейді. Қызметшілердің көзқарасы бос, дауыстары автоматты, ал қадамдары естілмейтін. Кешкісін мен өз бөлмемнен шығып, сол тыйым салынған бөлмеге қарай бет алдым. Есігінің тұтқасы ескі, бірақ бер. Айналасында ешкім жоқ. Мен ақырын итердім. Ашылмады, құлып, бірақ дәл есікке жақындағанымда іштегі сыбырды тағы естідім. Жан дауыс. Әйелдің үні. «Жібер мені, мен әлі тірімін», мен есіктен кейін шегініп кеттім. Тәнім тоңып кетті. Құдай-ау, бұл не? Бұл не үй? Бұл не әйел? Қайта бөлмеме бара жатқанда мені күтпеген адам тоқтатты. Бұл басты қызметші. Жасы шамамен 50-лерде, түрі салмақты. Бірақ көздері мазасыз. «Мырза», деді ол сыбырмен. «Сізге бір нәрсе айтуым керек». Мен таңдана қарадым. «Иә, айтыңыз». Ол көзін жан-жағына жүгіртіп: «Бұл үйде әр бөлменің өз сыры бар. Әсіресе жоғары қабаттағы есікке жақындамаңыз». «Ханым, ол бәрін біледі. Ол естіді. Кеше түнгі шу жалғыз емес. Мұнда ондай дыбыстар әр түн сайын шығады. Бірақ біз естімеген болып жүреміз». Неге? Себебі бізге солай бұйырылған. Ал егер бұйрық бұзылса, ол төмен қарап үнсіз қалды. Бір ғана өтініш. Қандай жағдай болса да 7-ші күнге дейін төзіңіз. Сосын өз жолыңызбен кете аласыз. Мен оның неге 7-ші күн деп атап тұрғанын енді ғана байқадым. Бұл үйде бәрі сол 7 күнге тәуелді сияқты. Не үшін?
Не болады 7-ші күні? Мен тіпті сұрай алмадым. Ол бұрылып кетті. Ал мен орнымнан қозғала алмай қалдым. Кешкі асқа Рая екеуміз отырдық. Бұл жолы ол тым салтанатты киінген. Қара түсті күміспен көмкерілген көйлек, күңгірт бояу, көздері бұрынғыдан да су. Жанына отырғанда ол маған бұйырып сөйледі. Қолыңды бер. Мен создым. Ол саусағымда ақырын сипап отырып. Сенің қаның тым таза. Сырттай әлсіз көрінесің, бірақ ішіңде бір күш бар. Сен мұнда жай келген жоқсың, Дамир, тағдыр сені осында өзі жіберді. Мен жымиған болдым. Бірақ ол сөздердің мағынасын сол сәтте түсінбедім. Сен менің соңғы күйеуім боласың. Осыны ұмытпа, деді де маған тос көтеріп ішіп қойды. Соңғы күйеуім? Бұл не сөз? Сол түн мен қайтадан ұйықтай алмадым. Қабырға іші тағы да дыбысқа толы болды. Енді тек жылау емес. Шапалақ, күлу, айғай. Әр түрлі дауыс. Бір емес, бірнеше адам. Бір сәтте мен өз-өзіме. Дамир, жынды боп барасың ба? Бұл тек қиял шығар, дедім. Бірақ қиялма еді. Таңға жуық бөлмемнің есігі баяу ашылды. Біреудің кіргенін анық сездім. Қимылдамай жаттым. Аяқ дыбысы естілді. Ақырын жақындай түсті. Жүрегім кеудемнен шыққандай. Содан кейін ештеңе. Көзімді ашсам ешкім жоқ. Бірақ есік ашық қалған. Келесі күні мен таңертең ерте оянып аулаға шықтым. Қызметшілер бақ ішін реттеп жүр. Біреуі мені көріп дереу көзін тайдырды. Мен ескі ағаш отырғызылған жерге жақындадым. Сол жерде бір таңғажайып нәрсе байқадым. Топырағы жаңарған. Жаңа көмілгендей. Бір шелек жер әлі тегістелмеген. Бұл қалыпты ма? Әлде біреу бұл жерге бір нәрсе көмді ме? Сол сәтте Рая арт жағымнан келіп, сен табиғатты жақсы көресің бе? Деді. Мен селк ете қалдым. Иә. Жалпы иә, бұл ағашты мен өз қолыммен отырғызғам. Әр күйеуім кеткеннен кейін бір ағаш еккенмін. Бұл соңғысы болар. Мен не дерімді білмедім. Оның әр сөзі жұмбақ. Сіз бұрын үйленгенсіз бе? Дедім ақырын. Ол жай ғана жымиып, иә, көп рет. Бірақ ешқайсы ұзаққа бармады. Неге? Себебі олар шыдамсыз болды. Ал сен өзгеше боларсың деп үміттенем. Мен үнсіз қалдым. Сол кеште мен бір шешімге келдім. Не болса да сол тыйым салынған бөлмені ашуым керек. Есік артындағы үндерді анықтауым керек. Бұл үйде бір нәрсе дұрыс емес. Менің күдігім жай емес. Түн ортасы. Бүкіл үй тыныш. Есіктер жабық. Мен ақырын тыйым салынған бөлмеге жақындадым. Бұл жолы басқа тәсілмен. Қызметшінің бөлмесінен кілт ұрлаған едім. Үнсіз жақындап есікті ақырын аштым. Ішінде ескі фотолар. Қараңғы шамды жақтым. Жиһаздардың бәрі шаң басқан. Бұрышта портрет. Раяның жас кезі. Көрікті, ақ құба. Бірақ қасында басқа еркектер. Жастар бірінен бірі өткен. Сөрелерде альбомдар. Күйеуім 1, күйеуім 2, күйеуім 3-7-ге дейін. Соңғы альбом бос. Күйеуім 8 деп жазылған. Менің атым жазылмаған, бірақ ішкі бетінде менің суретім. Кешегі күнмен. Сол сәтте дене мұздап кетті. Ол мені бақылаған. Бастапқыдан ақ. Сонда бұл ойым ба? Цикл ма? Неге бәрі 7 күннен кейін аяқталады? Сол кезде бөлмеде бір дыбыс естілді. Арт жақта есік сықырлап ашылып жатты. Біреудің көлеңкесі еденге түсті. Дамир, деген Раяның үні естілді. Сен менің тыйымымды бұздың. Мен бұрылдым. Ол есікте тұр. Көзі тіпті бұрынғыдан да суық. Қолында шам. Артында көмекшісі. Екеуі де маған тесіле қарап тұр. Енді сенің таңдауың жоқ, деді ол жай ғана. Раяның көзқарасы мені мұздай етіп жіберді. Ол дәл менің алдымда тұр. Тыйым салынған бөлмені ашқаным үшін. Ол біледі. Әуелден ақ бәрін бақылап отырған.
Сен бұл есікті не үшін аштың, Дамир? Деді ол баяу, бірақ үнінде кек бар. Мен үндемедім. Не деп ақталатынымды білмеймін. Қорқыныш ішімді тесіп барады. Саған бір нәрсе көрсетейін, деді ол кенеттен. Сен бәрін көргің келеді ғой. Ендеше көр. Ол шамды көтеріп, мені артқы дәлізге алып барды. Бұл үйдің ең терең, қараңғы бөлігі. Біз қабырғалары шіріп кеткен жертөлеге түстік. Шамның жарығы ғана жол көрсетті. Айнала дымқыл, иіс, шіріктің иісі. Мұнда ешкім түспейді, деді Рая, тек мен ғана. Ал енді сен меніменсің. Бір сәтте ол қабырғадағы кішкентай есікті ашты. Ішінде қатар-қатар қойылған сөрелер. Әр сөренің үстінде бір-бір қорап. Металл тот басқан. Басында бірден түсінбедім. Бірақ ол маған қарап. Бұлар менің өткенім. Менің күйеулерім. Әрбірінің күлін осында сақтадым. Мен артқа шегіндім. Сен оларды өлтірдің бе? Рая жай ғана басын изеді. Олар мені тастамақ болды. Сен сияқты. Бірақ мені ешкім тастап кете алмайды. Ешқашан. Тынысым тарылды. Жүрегім атқақтап соғып тұр. Суға шақ қалдым, мен сені жақсы көргем, Дамир, әлі де сүйем. Бірақ сен сенімді емессің. Мен ештеңе істеген жоқпын, дедім қалтырап. Солай ма? Ал мынау не? Деді ол менің күртешемнен кішкентай кілтті шығарып. Қызметшінің бөлмесінен ұрлаған кілт. Ол байқап қойған. Сен бәрін өз қолыңмен бұздың. Енді сені де мәңгілік қалдыруға тура келеді. Сол сәтте арт жағымыздан қимыл естілді. Бұл басты қызметші. Ол бізді жасырын бақылап тұрған сияқты еді. Ханым, кешіріңіз, деді ол. Рая оған тесірейіп қарап. Сен де сатқын болып шықтың ба, Самат? Жоқ, ханым, мен тек бұл жігітке жаның ашып тұр. Ашуың келсе, өз күліңді осы жерге қойғызам. Деп айқай салды Рая. Сол сәтте мен орнымнан атып тұрып, дәлізге қарай жүгірдім. Рая артыма түсті. Бірақ мен одан бұрын жетіп, үстіңгі қабатқа жүгіріп шықтым. Қызметшілердің бәрі менің жан түршігерлік түріме қарап шошыды. Бірақ ешқайсысы көмектеспеді. Бәрі үнсіз. Бәрі қорқынышта. Мен сыртқы есікке жеттім. Аса ауыр. Алайда ашық тұр. Жаныммен жүгіріп шықтым. Ауладан өтіп қақпаға жеттім. Бірақ қақпада код. Цифрлы құпия сөз керек. Мен қайтадан тығырыққа тірелдім. Қолымда телефон жоқ. Wi-Fi үй ішінде ғана. Ешкім бұл жерден өз еркімен кете алмайды екен. Сол кезде арт жағымнан бір дауыс естілді. Қашып құтылмайсың, Дамир, бұл қызметші Самат еді. Бірақ ол маған жақындап бір жапырақ қағаз берді. Бұл код. Есіңде болсын, 7070. Мен оған таңдана қарадым. Неге көмектесіп жатырсыз? Себебі сен шын сүйдің. Ал Рая сені өлтіріп қойса, бұл махаббат ешқашан болмайды. Мен бір секундта жоғалтпай кодты тердім. Қақпа ашылды. Жол қараңғы. Бірақ мен ештеңеден қорыққан жоқпын. Жүгірдім, артта Раяның айғайы. Артымнан дыбыстар. Бірақ мен тоқтамадым. Мен көзімді ашқанда Рая қарсы алдымда тұрды. Бөлме ақ түсті. Төбеде жарық жанып тұр. Қабырғалар жалтырап тұр. Қолдарым мен аяқтарым байланған. Төсекке таңылып жатырмын. Қайта ояндың ба, Дамир? Деді ол, сол баяғы жұмсақ үнімен. Қорықпа, бұл жер қауіпсіз. Мен не болып жатқанын түсінбей жатырмын. Соңғы есімде қалғаны пойыз. Мен вагонда едім. Раяны артта қалдырғанмын. Мен қашып кеткенмін. Ол артта қалған. Солай емес пе? Қайдам, сен ешқайда кетпегенсің, деді Рая менің ойымды оқығандай. Бұл үйден ешкім ешқашан шықпайды. Ешқашан. Мен қарсы сөйлегім келді. Бірақ даусым шықпады. Ернім қозғалғанымен дыбыс жоқ. Менің даусымды өшіріп қойғандай. Даусыңды алып қойдық, Дамир, деді ол. Себебі сен тым көп сөйлейсің. Ал мен тек тыңдайтын еркектерді ұнатам. Бөлмеге тағы бір адам кірді.
Самат, бірақ бұл жолы оның көзінде мейірім жоқ. Ол суық, үнсіз, көлеңкелі. Барлығы дайын, деді ол. Жақсы, деп жауап берді Рая, мен қазір оған шындықты айтып беремін. Ол маған жақындап, қолымды сипады. Сен неге мені сүйдің деп ойлайсың, Дамир? Сенікі ешқашан мен үшін махаббат болмаған. Сен эксперимент едің. Кезекті. Мен көзімді кең аштым. Ол жымиып, сен өмірде болмағансың, деді. Бұл сөз мені аяздай қарып өтті. Сен ойлап таптың өзіңді. Сенің есімің де жалған. Сен еш жерде тіркелмегенсің. Саған жасалған неке өтірік. Сенің ата-анаң жоқ. Құжаттарың қолдан жасалған. Сен менің ең сәтті жобамсың. Мен басымды шайқадым. Жоқ, бұл мүмкін емес. Менің кеудем күйреп кетті. Ойларым тасталған. Миым қабылдаудан бас тартты. Бұл мүмкін емес. Рая басын шайқап. Мүмкін, біз сенің миыңды программаладық. Саған өмір деген түсінікті бердік. Саған махаббат, университет, кедейлік бәрін құрастырдық. Қиял, сен шынымен мені сүйіп қалдың. Бұл жетістік. Сен сезімді сезіне алдың. Демек, біз мақсатқа жеттік. Ол терең дем алып. Бірақ енді сен қажет емессің. Самат маған қарай инемен жақындады. Мен жанталастым. Бірақ қол аяқ мүлдем қозғалмайды. Қош бол, сүйіктім, деді Рая, сен бізге көп нәрсе үйреттің. Сол сәтте бөлмеде жарық жанып кетті. Дабыл дыбысы шықты. Самат артына қарады. Рая селк етті. Кенет есік жарылды. Бетперде таққан адамдар лап қойды. Қолдарында қару. Формаларында ұлттық қауіпсіздік комитеті деген жазу. Барлығы орнына. Жатып қал, деп айқайлады бір офицер. Мен таңылып жатқан төсекте қалдым. Рая қарсылық көрсетіп еді, бірақ оны бір сәтте басып тастады. Бәрі көз алдымда болды. Бір офицер маған жақындап. Сіз амансыз, Дамир, біз келдік. Мен оны танымаймын. Бірақ ол мені таниды. Келесі кадр, мен ақ халатты бөлмеде отырмын. Психолог алдында. Дамир, есіңізде бар ма, неге сіз сол үйге бардыңыз? Мен басымды шайқадым. Мен тек ақша тапқым келді. Тек стипендия керек еді. Мен? Жоқ, деді ол. Бұл үй шын мәнінде жабық лаборатория. Онда адамды биологиялық және психологиялық деңгейде бақылап, эмоциялық жауаптар жинап отырған. Сіз олардың жалғыз жетістікке жеткен объектісіз. Сіз махаббатты шын сезіндіңіз. Мен жылап жібердім. Бірақ ол мені сүймеді. Психолог үндемей қалды. Бұл сұрақтың жауабы жоқ. Себебі Раяның өзі тірі адам емес. Мен басымды көтеріп қарадым. Не? Рая жасанды интеллект. Өте күрделі робот. Оның сыртқы келбеті 79 жастағы әйел ретінде бейімделген. Бірақ ішкі жүйесі адам эмоциясын дәл модельдейтін машина. Ол сізді сүйген жоқ. Бірақ сіз оны шын сүйдіңіз. Осы арқылы біз сіздің жүйеңізде махаббатты қалыптастыра алдық. Мен тұрып кеткім келді. Қашқым келді. Бірақ қайда? Мен өзімді кім екенімді білмеймін. Мені сүйген ешкім болмаған. Мен шын өмірде тіркелмегенмін. Аты жөнім өтірік. Бала күнім қиял. Мен кіммін? Бүгін мен 27-де емеспін. Менің жасым жоқ. Себебі менің өмірім сценарий. Бүгін мен айнаға қарадым. Бірақ өзімді танымаймын. Айнаның ар жағында жалған өмір, жалған сезім, жалған мен. Ал бір сәтте айнада Рая пайда болды. Сен мені сүйдің. Ендеше менің бір бөлшегім болып қалдың. Мен көзімді жұмдым. Жоқ, бұл бітпеген. Бұл енді ғана басталды.